Бұл рецепті өзім шетелдік блогерден көрдім. Дәмі қалай болар екен деп қызық болды. Сонымен бір жасап көрейін деп шештім. Ең алдымен ұнымызға дәміне қарай тұз, дрож, сұйық май және де бір жұмыртқа. Одан соң жылы суымызды азыздан құя отыра жұмсақтау қамыр илейміз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Бір қатты көтерілудің қажеті жоқ қыздар. Дайын болған қамырымызды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөліп болғаннан соң 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Бізге күнжіт қажет болады, және де бөлек ыдысқа аз ғана су, және де ас қасықты қатты толтырмай соевый соус қосып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Енді жаңа қамырымыздың ортасына осылай колбасаны кубиктап турап, және де жақсы еритін сыр, яғни ірімшік салып, осылай түйіп шығамыз. Содан соң суымызға бір батырып алып, күнжетке аунатып аламыз. Пергамент қағаз төселген формамызға салып, алдын ала жақсы қызып тұрған пешке саламыз. 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығады екен қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.